нәтижемді. Я қан диабетінен жазылдым айтып демей, қарап отырсам ақмақтықтан мен бір емес 4 органыма операция жасатқам. Менің бір бүйрегім жоқ. Мен бір бүйрекпен ғана жұмыс істеп жүрдім. Қан диабеті болып ауырып жүргенде я передиализом стояла. Міне уже диализ алуым керек болатын, бірақ мен өзіме сенімімді білдіріп, мен алмаймын деп, мен қара суды ішсеңдер ем болады, солай ғой, сонда мен жеңемін деп жүргенде осы біздің биотониктің өнім кездесті. Маратұлы кездесті маған. Біріншіден қан диабетінен результат алдым, тоқтаттым қантымды, учетта жоқпын, давлением орнына келді. Ең алғаш осыдан 3 жыл бұрын мен Швейцарияға ұшып барып келдім, 12 сағат Германияға ұштым да, маған даже запрет болатын. Не то, что Швейцария Алматыдан Астанаға ұшуға болмайтын. Биотониктің арқасында мен үлкен нәтиже алдым. Бір бүйрегім ғана жұмыс істеп тұрғанда, кешегі сіздерден қалмай, міне көрсетейін, мен еще мына жерде отырып жаңа 1 литр суды ішіп қойдым. 1 литр суды ішіп қойдым. Аллаға шүкір, денсаулықтың арқасында. Денсаулықтың менде отек болмайды. Ол отегім қай уақыттан бастап кетті? Қазір август пен былтыр январдан бастап менде 1 жыл 8 ай менің денемде отек жоқ. Ол ненің арқасы? Ол біздің жаңағы жусанымыздың арқасы. Жусан бізге нәтиже береді. Жусан бізге энергия береді. Жусан, өмірге деген құлшылық болады сіздерде. Жусан, сіздер өнімді ішіңіздер, каждыйыңыз. Пропустите чемсева, хотя бы по меридиану. Көрдіңіздер ме, 2 медицинаға бардық. 2 медицинада не деп тұр? Массажды по меридиану жасап жатыр. По меридиану. Айналайын-ау, сендер жарайды, массаж жасамаңдар. Хотя бы система 2 схема жасалынды. Таңғы 5-тен түнгі 11-ге дейін ішетін схема жасалынды. Түскі 1-ден кешкі 9-ға дейін по меридиану схема берілді сіздерге. Хотя бы сол 1 мен 9-ның арасындағы нені ішсеңіздер, нұр үстіне нұр болады, денсаулықтарыңыз мынандай болады. Ешқандай сіздер укол алмайсыздар, ешқандай система алмайсыздар, ешқандай таблетка ішпейсіздер. Давление дегенді ұмытасыздар. Артриз, коксартроз, вот это все пройдет. Все пройдет. Мен айтам ғой всегда, бізде диагноз жоқ деп. Бізде диагноз жоқ. Бірінші тазалануымыз керек, екінші әр меридианымызды біз жандандыруымыз керек. Тірілтуіміз керек соны. Біздің органдарымыз. Менің енді 4 неменем жоқ, даже печенінде эхинокок деп, каждый 8 ай сайын мен бауырыма операция жасадым. Сустав жоқ, не жоқ, 8 ай жүресің сен. Тамақ ішпейсің, құр суменен, диета ұстап, бірақ ол жерде бәрібір қайтадан айналып сенің печенің қалпына келеді. Ал енді ол эхинококты ақырын алу үшін маған жылдар керек болды. 8 жыл төсекке де тартылып жатып қалдым. Аллаға шүкір, тұрып жүрмін қазір, сіздермен мұнда келіп жүрмін. Ол не? Мен жатар едім әлі күнге дейін. Осы биотониктің 5 өнімі, осы біздің жусанымыздың құндылығы. Сондықтан мен сіздерге не айтқым келеді? Жаңа қазір әрқайсымыз мына сахнаға шығайық. Кеше қандай презентация болды? Ол презентацияда не алдыңыздар? Жүрекке нені қабылдадыңыздар? 3 минут, ары кеткенде 5 минут әрқайсымыз презентация беріп өтейік. 5 өнімімізді айтайық. Қытайда сөйтіп жатыр. Қытайда элементарно жусанды плантацияда өсіріп жатыр. Естественно, онда ештеңе болмайды. Оны үшін саған ешқандай да обострение бермейді. И ол сенің өніміңе ағзаңа көмектеспейді де. Мына жерде гарантия бар. Мен алғаш келгенде Раджа Маратұлы айтатын. Апа, ішші, мен сізге 100% гарантия берем деп ше. 8 айдан кейін өзім сахнаға шығып кеттім ғой. Ішіңдерші мынаны, қазағым, мына жусанды ішіңдерші, 200% гарантия берем деп. Сонда шақырып Раджа Маратұлы, сен құдайсың, өзім айтып жатыр. Құдайсың ба неге гарантия бересің десе, бой бермеймін ғой. Я же через себя пропустила, мен мынандай результат алдым. Неге осыны айтпасқа, неге қалқыма жеттім? Естен қуып жібердім, терезеден кіріп айтыңдар.
жеткізуіміз керек. Жусанның құндылығы не бізде? Иә, жусанның құндылығы біріншіден ағзаңды тазалайды, екіншіден сенің ішінде құмырсқаларыңды далаға шығарады, үшіншіден саған энергия береді, өмір береді, өмір сыйлайды. Иә, ой мына төменде ішсең осылай, ал басқасын бәріне не етсең де сен өміріңді, біздің өмірімізді сақтайтын жусан.